Алматы облысының әкімі Марат Сұлтанғазиев Іле ауданындағы бірқатар әлеуметтік және инвестициялық нысанды аралады. Бұлақты ауылында салынған 900 орындық жаңа мектеп құрылысы келесі айда аяқталуы тиіс, алайда инженерлік жүйесін тарту толық бітпеген. 110 адам жұмысқа тартылған, және екінші маусым ұйымдастырылған, жұмыс істеп жатыр. Бүгінгі таңда мектеп 85%-ке дайын, ішіндегі әрлеу әктеу жұмыстарының бәрі қойылған және жабдықтармен жабдықталған. Дәл осындай мектеп Тілендиев ауылында да бой көтеріп жатыр. Нысанда 100-ден астам адам еңбек етуде. Қазіргі уақытта жұмыстың 80% орындалғанмен де тапсыру мерзімі кейінге шегерілген. Су сорғы станциясы мен қосалқы ғимараттардағы жұмыс аяқталмаған. Жалпы бұл екі жобаға бюджеттен 15 миллиард теңге бөлінген. Олар іске қосылғанда аудандағы 3 ауысымды оқу азаймақ. 2023 жылдан бастап 52 мектеп бізде 3 ауысымда оқыған. Бүгінгі күні 28 мектепке азайдық. Енді биылғы жылы бізде тағы да желтоқсан айының осы жылдың соңына дейін 8 мектеп ашылады. 8 мектеп ашылған кезде қосымша бізде 5 мектепке азаяды 3 ауысым. Сапар кезінде облыс әкімі логистикалық орталық құрылысымен де танысты. 127 гектар аумақты қамтитын жоба өңірдің азық-түлік қауіпсіздігін нығайтып, өнім жеткізу тізбегін оңтайландырмақ. 50 миллиард теңге көлемінде жеке инвестиция тартылған. Кешен толық іске қосылғанда 2,5 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылмақ. Марат Сұлтанғазиев жобаның барысын қарап, компания өкілдерінің ұсыныстарын тыңдады. Бізде қазір шешілмей тұрған вопрос, целевой вопрос бізде сельхозназначение. Біз негізі биыл май айында РКС-ға қатысып инвестиционный статусын алдық. Соның основании статусы біз қазір салып жатырмыз. Енді дальнейшем просто целевкасына айырбастауымыз керек, соған бір акиматтан болса деп. Өтінімдеріңізді беріңіздер. Қазір үкіметтің қаулысы бар ғой, құрылысқа ешқандай кедергі жоқ. Параллельно оны ауыстыра береміз. Былай жол бойынша онда біздің архитекторлармен жұмыс істеу керек. Бас жоспарға қалай енгізуге болады екен. Сондай-ақ Марат Сұлтанғазиев Қарой ауылында салынып жатқан 114 үйдің құрылысын көріп шықты. Инженерлік желіге қосылған аумағы 80 шаршы метрді құрайтын бұл үйлер жыл соңында тапсырылмақ. Өңір басшысы Іле аудандағы нысандардың сапалы әрі дер кезінде аяқталуы маңызды екенін айтты. Елімізде алғаш рет қытайлық технологиямен жасалған инновациялық асфальт төселді. Алматы Қорғас бағытындағы жол жаңа технологияны сынақтан өткізу алаңына айналды. Жоба аясында арнайы техника Қытайдан жеткізілді. Құрылғылардың ерекшелігі асфальт қоспасын екі пеште бір мезетте 180 градусқа дейін қыздырады. Қазақстандық машиналар үшін бұл көрсеткіш шамамен 150 градуспен шектеледі. Сынақ ретінде ұзындығы 350 метр, қалыңдығы 1,5 сантиметр жол бөлігі төселді. Жаңа асфальт қабаты 1,5 сағатта дайындалып, 1 сағаттан кейін іске қосылды. Қытай мамандары асфальттың ерекшелігі сырғымайтындығында, дыбыссыздығында және жыл өткен сайын сапасы артуында дейді. Бұл технологияны біз 20 жыл бұрын жасадық. Қытайда оны 8 жылдан бері қолданып келеміз. Еліміздегі негізгі жолдар дәл осы асфальтпен жабылған. Сондай-ақ ол Макао, Малайзия және Гонконгта да кеңінен қолданылады. Қазір ақш, Қырғызстан және Африка елдерімен келісім жасап жатырмыз. Технология қазір Қытай, ақш және Малайзия елінде кеңінен қолданылады. Ал Қытай елінде бұл асфальтпен 30 миллион километрден астам жол төселген. Өндіруші компания асфальт сапасына 8 жылдан 10 жылға дейін кепілдік береді. Жұмыс барысын Алматы облысының әкімі арнайы барып бақылады. Жолдың техникалық жағдайын мамандар 1 ай бойы тұрақты түрде тексеріп отырады. Нәтиже оң болса, технология еліміздің өзге аймақтарында қолданылады. Осы тәжірибе егер қазір дұрыс болса, мынау сертификациядан осы келесі айдың аяғына дейін өткізсек, онда толық біз облыста осы компаниямен ары қарай бірлесіп, мынау қаланың ішіндегі де жолдарды істейтін боламыз. Есік қаласында республика күніне орай мерекелік шара өтті. Қаланың басты алаңында мемлекеттік ту көкке көтеріліп, тұрғындар ел тәуелсіздігінің рухын сезінді. Салтанатты жиынға ардагерлер, өнер мен мәдениет қайраткерлері, қоғам белсенділері және қала тұрғындары қатысты. Бұл күн елдің тұтастығы мен тәуелсіздігін айшықтайтын маңызды сәт. Мереке аясында Алматы облысы мен Еңбекші Қазақ ауданы әкімінің атынан ел игілігі жолында еңбек етіп жүрген азаматтар марапатталды. Құрмет грамотасы мен алғыс хат ардагерлерге, өрт сөндірушілер, ұстаздар мен мәдениет саласының өкілдеріне табысталды. Кештің көркін мерекелік концерт аша түсті. Сахнада оркестр мен орындаушылардың әуезді әндері, бишілердің әсем қимылы көрермен көңілін көтерді. Көпшілік мерекелік ерекше күйге бөленіп, отанға деген мақтанышын, ыстық ықыласын қошеметпен білдірді.
Осы салада жұмыс істеп жатқаныма 19 жыл болды. Содан бүгін марапатталып жатырмын. Көп рахмет. Бұл деген патриоттық сезімді дәріптеу және де біздің ол ұлтшылдығымызды, мемлекеттігімізді және де біздің өзіміздің мемлекет нышандарымызды жоғарғы деңгейге дәріптеп, әр Қазақстанның, өзіміздің ауданымыздың жастарын, азаматтарын патриоттық сезімін ояту. Алматылықтар республика күнін ерекше қарсы алды. Ұлт бірлігі мен ел еркіндігін бейнелейтін маңызды күні. Қала тұрғындары біршама егіс пен түрлі іс-шараның куәсі болды. Мәселен, Алмалы ауданындағы нөмірі 216 орта мектеп ауласына 35 жылдыққа орай 35 шырша көшет отырғызылды. Балалар үшін, балалардың тәрбиесі үшін, оларды патриоттық тұрғыда тәрбиелеу үшін, балалардың жалпы табиғатқа деген, қоршаған ортаға деген сүйіспеншілігін арттыру үшін бұндай акциялар жүргізіп тұру қажет. Себебі балалар оны сезіну керек, білу керек. Игі шара қазақ күйінің күмбірлеген үнімен басталды. 150 оқушы бір мезетте домбырада күй ойнап, көпшілікке мерекелік көңіл күй сыйлады. Білім ордасының көркін ашқан көшеттерді Алмалы ауданының мектеп басшылары мен білім бөлімінің қызметкерлері отырғызды. Республика күніне 35 жыл толуына орай біздің тәуелсіздігіміздің бірлігін, ынтымақтастығын керемет мерекені ұйымдастырдық. Бүгінгі іс-шараға атсалысқан Алмалы ауданының мектеп басшыларына үлес қосқан, осы шараға атсалысқан барлық әріптесіме рахметімді айтқым келеді. Жаңадан отырғызылған жас шыршалар мектеппен бірге көркейіп өспек. Ауласы жасыл желекке оранған білім ордасы биыл қыркүйек айында ғана ашылған. Қазіргі таңда мектепте 500-ге жуық бала білім алады. Айта кетейік, көгалдандыру жұмыстары Таза Қазақстан акциясы аясында жүзеге асырылуда. Арысы тасыған алтын күз, сапалы азық, балғын өнім, сондай-ақ мерекедегі жеңілдік. Кеген ауданында республика күніне орай ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өтті. Аудан орталығында ұйымдастырылған аталмыш жәрмеңкеге жалпы көлемі 5 тоннадан асатын, құны 9 миллион теңге шамасындағы әртүрлі азық-түлік өнімдері шықты. Мұнда әрбір ауылдық округ шаруалары ет пен сүт және картоп өнімдерін молынан әзірлепті. Ал көрші Еңбекші Қазақ ауданынан жеміс-жидек пен түрлі көкөністер жеткізілген. Сапалыда балғын өнімдер нарықтағы бағадан 15-20%-ға арзан. Қыстың қамын жаз ойла демекші, жергілікті тұрғындар да ерекше ықылас танытты. Сатушының да есебі түгел, алушының да қоржыны тоқ қайтты. Бұл жердегі мақсатымыз базар бағасынан 15-20% төмен. Қазіргі уақытта 800 килограммға жақын ет өнімдері шықты, бал өнімдері шықты, 2 тоннаға жақын картоп өнімдері шықты. Сол жақты мынау Еңбекші Қазақ ауданынан шаруа қожалықтарымен келістірдік та жеміс өнімдерін алдыртып отырмыз. Менің ойымша, халық мына жәрмеңкенің өту барысын жақсы қабылдап жатыр. Бүгін міне біздің ауылымызда үлкен жәрмеңке өтіп жатыр. Ауыл шаруашылығы өнімдерін алып келген екен. Бағасы өте тиімді, қолжетімді. Өзім бүгін мінекей сиыр етін алып жатырмын, және балдан жасалған сабын деп жатыр. Сол халыққа қажетті, өте жақсы. Қонаев қаласында керемет дрон шоу өтті. Алматы облысында алғаш рет ұйымдастырылған бұл ерекше іс-шараға 15 000 адам жиналды. Өнермен жаңа технология үйлескен жарық шоуда 550 дрон түрлі бейнелер жасап, көрермендерді тәнті етті. Алтын адам мен барыс пішіндер еліміздің көк туы халықтап аспанды ерекше сәулемен безендірді. Шоу соңында мемлекеттік әнұранның сөздері жазылып, жиылған қауым гимнді орындады. Мұндай көріністер әдетте әлемнің ең үлкен қалаларында ғана өткізіледі. Болашақта өңірде осындай әлемдік деңгейдегі мәдени жобалар тұрақты өткізілмек. Бәрі ұнады десем болады. Өте жақсы ұйымдастырған. Бірінші рет көріп тұрмын, әдемі болды. Республика күнімен әдемі болды.